Мен Қуат Нұрлыбек, Қарағанды облысы Нұра ауданы Абай атындағы жалпы орта білім беру мектебінің 5-ші сынып оқушысымын. Сіздерге ұлы ақын Абай Құнанбаевтың шығармасынан 12-ші қара сөзі. Кім жақсы жаман ғибадат қылып жүрсе, оны ол ғибадаттан тыюға аузым бармайды. Әйтеуір, жақсылыққа қылған ниеттің жамандығы жоқ қой дейміз, ләкин сондай адамдар толымды ғибадатқа ғылымы жетпесе де қылса екен. Бірақ оның екі шарты бар, соны білсе екен. Әуелі иманның иқтиқатын мақамлемек керек. Екінші, үйреніп жетпей жатып, осы да болады ғой деп тоқтамай, үйрене берсе керек. Кім үйреніп жетпей жатып, үйренгенін тоқтатса, оны Құда айырды. Ғибадаты ғибадат болмайды. Уәлі, кейін кім иманның қанша нәрсе бірлән кәмәлат табатығының білмей, қанша жерден бұзылатығының білмей, басына шалма орап, бірадар атын көтер, орасшыл, намашыл болып жүргеніне жыртысын салғанға ұқсайды. Күзетшісіз, ескерусіз иман тұрмайды. Ықыласыменен шын діни шыншылдап тұрмаса, салғырттың иманы бар деп болмайды. Назарларыңызға рахмет.